Ойбай, мына қатын бізді де пайдаланатын күн бар екен ғой, иә? Жаңа сковородка алып бізді ұмытып кетті ма дегенем сені. Эх, біз ыстық майда қуырылып жатырмыз ғой. Бүгін азан мен тұрып осылай омлет жасадым. Помидор қосып, и оны тез қуырып алдым да, мына жақта шай дайындадым. Оған дейін қызым мені телевизор көріп күтіп отырады ғой. Кейін тез жұмыстарымызбен қалаға қарай шығып кеттік. Мен қызыммен бірге біраз тірлік бітіремін негізі. Мына қатын жаман әдемі болып кетті ғой, иә? Бүгін осындай Майкок деген аппаратқа реклама алып, соның дегустациясына арнайы шақырту алып барып қайттым. Ол жерде қыздар натуральный осындай сок дайындады. Оның барлығын біз дегустация жасап, дәмін таттық. Соктан бөлек неше түрлі нәрселер дайындады. Ол қызықтың бәрі соңында болады. Соңына дейін қараңыздар, мынау алмадан жасалған сок. Қазір шығып жатқан кухонный комбайндардың бір түрі. Бұл бірақ Майкок деген өте басқаша екен. Мына жерде қызылшадан салат жасады, ал енді тамақ жасауға кірісті. Мына жерде окорочка, төбесінде фрукты бар. Брокколи, болгарский помидор, соның барлығын бір мезетте осы аппаратпен 3 тамақ дайындауға болады. Мына жерде йогурт дайындап берді. Ол йогурттың да дәмін таттым. Прям натуральный продукт қой. Ал мына жерде кофе жасап жатыр. Воля, тамақ пісті. Қараңыздар, прям маған өте қатты ұнады. Дәмі деген керемет. Ішінде 365 рецепт бар екен. Еще ютубпен, интернетпен істейтін нәрсе. Мына жақта заттарын таныстырып жатыр. Бағасы 850 мың теңге екен. Сіз алар ма едіңіз?